Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз заманауи композиторлардың музыканы қалай жазатынын білетін боламыз. Классикалық композиторлардың музыкасы мәңгі. Бірақ бұл қазір ешкім жақсы музыка шығармайды дегенді білдірмейді. Керісінше, қазіргі композиторлар музыканы әлде қайда көп жаза бастады. Өйткені бүгінде музыка концерттерде ғана емес, кинода, радиода, теледидарда да естіледі. Мысалы, көптеген спектакльдерге, фильмдерге және телесериалдарға да музыка жазатын қазіргі заманғы қазақ композиторлары көп. Ең танымал фильмдердің саундтректері де бар. Тауды тауға көшірем, жасайтын көпсей Бауи болам мен. Сүйсініп рахат сезімге бат, өмір неткен көркем көңіл сәт. Ұнатқан жан менен думанда, мың бұралып билер аспай. Қызыққан жанымда тұрғалма. Әуендердің қалай пайда болатыны туралы қазіргі композиторлар көптеген қызықты жайттарды айтып берді. Мысалы, кейде әуендер қайдан пайда болатын белгісіз және әрқашан ойда тұрады. Кейде композиторлар аспаппен музыка жазуға отырғанда, әуен өзінен өзі ойға келіп, өз үйлесімін табады. Кинода қанша музыка болу керек? Режиссерлер әр кейіпкер мен оқиғаны сипаттау үшін сан түрлі музыканы талап етеді. Бұл музыкалық тақырыптар лейтмотив деп аталады, және олар фильмді тұтас қамтиды. Олардың әрқайсысы өз кейіпкерімен байланысты. Музыка студияда жазылады. Музыкалық есту қабілеті адамдарға әдемі музыка жазуға мүмкіндік береді. Балалар, біз композиторлар туралы айттық. Енді табиғаттағы композиторларға кімді теңестіре аласыңдар? Әрине, олар құстар. Көктем керемет уақыт. Барлық табиғат оянам. Сендер кішкентай құстар, бұлбұлдардың Африкада қыстайтын білесіңдер ме? Неліктен құстар соншалықты керемет ән айтады? Мәселе мынада. Құстардың адам сияқты ерекше дыбыс шығару мүшесі бар. Құстардың бұл дыбыстық мүшесін үрмелі музыкалық аспапқа жатқызуға болады. Яғни ондағы дыбыс ауа қозғалысына байланысты қалыптасады. Бірақ айтарлықтай айырмашылық бар. Адамда тек бір ғана дыбыс көзі бар және ол жоғары көмекейде орналасқан. Ал құстарда 4 дыбысы көзі бар. Сондықтан олардың дыбыстық мүшесі күрделі. Оның көмегімен құс керемет сайрайды. Мысалы, скрипканың шанағы резонатор қызметін атқарады. Ол аспаптың дыбысын әлде қайда қатты шығарады. Оның дыбысы бояуымен әдемі етеді. Егер сіз резонатор шанағын алып тастасаңыз, онда дыбыс әрең естілетін болады. Құстарда резонатор рөлін жоғары және төменгі екі көмекей атқарады. Бұл екі көмекей дауысты әлде қайда күшейтеді. Бұл ретте құс дене қозғалыстары арқылы өз дыбысына әсер ете алады және біз олардың ғажап сайрауын естиміз. Музыкалық абсолютті есту қабілеті дегеніміз не, балалар?
Бұл адам құлағының дыбыстың биіктігін нақты табу қасиеті. Мысалы, абсолютті есту қабілеті бар адам бірден автомобиль сигналының дыбысын естігенде бұл соль нотасы деп анықтай алады. Егер сіз оған кез келген музыкалық аспапта таныс емес әуен ойнайтын болсаңыз, ол бірден әуеннің айнымай қайталап, әуеннің ноталарын дұрыс анықтай алады екен. Бір домбырашы ырғақтан шығып кетті. Саңырау құлақ. Өзің мойындайсың ба, жоқ әлде көмек керек пе? Саңырау құлақ? Көбінесе бұл сирек кездесетін табиғи қабілет. Кейде абсолютті есту қабілеті музыкамен айналысу барысында пайда болады. Әрине, мұндай есту қабілетіне ие адамның белгілі бір артықшылықтары бар. Мысалы, ол гитара аспабының құлағын келтіре алады. Алайда абсолютті есту қабілеті музыкаға бейімділіктің айқын белгісі емес. Музыкаға үстіртін қарайтын, дегенмен абсолютті есту қабілеті бар адамдар да бар. Егер сендерде абсолютті есту қабілеттерінің жоқ болса, мұңаймаңдар балалар. Сольфеджио пәні көмегімен оның жеткілікті деңгейде дамыта аласыңдар. Сольфеджио ол музыкалық сауаттылықтың пәні. Айтпақшы, ұлы композиторлардың барлығы дерлік абсолютті есту қабілетіне ие болмаған. Мәселен, Грек пен Чайковский туралы сөз қозғамасақ та болады. Ал Римский-Корсаков та болған. Көріп тұрғандай, бұл жайт дарындылыққа әсер етпейді. Ал мен барлықтарының дарынды болуларына сенемін. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.